Бизнесмен нарықта өз саудасын жүргізу үшін маркетингтің қыр-сырын меңгереді. Ал мұғалім ше? Сабақты баланың ойы арқылы бойына сіңдіріп, соған әрекет ететін болса, функционалдық сауаттылыққа бейімдесе, бала сабақтан түйіндегенін таразылап өмірде қолданса, онда мұғалім маркетингінің де дұрыс жолға қойылғандығы. Менің ұстанымым, сіздің сабағыңыз, сіздің тауарыңыз. Ал менің тауарым сұраныста ма екен? Бағасын беріңіздер. Біз сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз бірнеше күн болды Оралхан Бөкейдің Атау кересін оқып жатырмыз. Бұл үлкен повесть. Бүгін біз сол тараудың бір бөлімі бойынша жұмыс жасаймыз. Ол тақырыптар сіздердің оқыған мәтіндеріңізге байланысты. Бүгін біз осы Атау кереден қысқа тақырып шығарамыз. Яғни біз қандай тақырып қарастырамыз деп ойлайсыздар? Назар аударайықшы. Ана мен бала болуы мүмкін. Қысқаша айтқанда, біздің кейіпкерлеріміз кім еді? Ана мен бала? Иә. Жақсы, тағы да қалай болуы мүмкін? Еріктің кәсібі орны. Еріктің кәсібі, мына қарым қатынастарына байланысты қандай сөз шығаруға болады балалар? Ерік пен оның анасының махаббаты. Ал ананың өмірі қалай аяқталды? Өкінішті аяқталды. Ананың тағдыры. Эксперттер кімдер болады балалар? Ол сіздердің орындықтарыңыздың арқасында түрлі түсті стикер тұр. Сол стикері бар баланы ортаға шақырамыз. Сол балалар біздің екі топтың жұмысын бағалайды. Тамаша, Аружан, Нұрсая, Әлия және Әлихан екен. Ал енді балалар, сабағымызға мақсат қояйық. Біз сабағымызға қандай мақсат қоямыз? Қазір мен сіздерге сөздерді таратамын. Мақсатты құрастырып шықсақ, яғни қандай жұмыстар жасайды екенбіз? Мақсаттарыңызды құрастыра қойыңыздар. Жақсы балалар, уақыттарыңыз аяқталды. Біздің ойымызша сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Екінші топ қандай мақсат құрастырды? Сөз сіздерде. Ал біздің ойымызша сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Жақсы, өте жақсы балалар. Ал енді дұрыс нұсқасын ұсынайық. Біздің мақсатымыз мынадай. Қайсыңыздың мақсатыңыз 100% сәйкес келді? Мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Тамаша. Осы жақта мен дұрыс жауап естідім. Ал енді балалар, біздің бүгінгі кейіпкеріміз, негізгі басты кейіпкер Ерік. Біз бұған дейін Еріктің тағаммен қарым-қатынасын, айнамен қарым-қатынасын қарастырдық. Ал бүгінгі сабақта таған Нұрке анамен қарым-қатынасына байланысты жұмыс жасаймыз. Яғни, енді осы Нұрке ананың шығармадағы болмысына баға береміз. Баға берген кезде біз нені қарастыруымыз мүмкін? Нені құрастырып шығуымыз мүмкін? Кейіпкеріміз Нұрке ана. Нұрке ананың қандай қырларын қарастырамыз деп ойлайсыздар? Мықтылығын, әлсіздігін, бақыттылығын және бақытсыздығын. Тамаша. Енді былай жұмыс жасайық. Бізде екі топ бар. Әр екі топ кіші топқа бөлінсін. Сіздер бірінші топта, бізде бірінші мықтылығын мен әлсіздігі, мықтылығын сіздер қарастырыңыздар. Екінші топтан әлсіздігін сіздердің кіші топтарыңыз 3 баладан бөлінсеңіздер жақсы. Ал келесі Нұрке ананың бақытты және бақытсыз бейнесін қарастырамыз. Бақытты бейнесін сіздер үшеуіңіз, бақытсыз бейнесін сіздер үшеуіңіз қарастырасыздар. Мен сіздерге қазір постер беремін. Осыған айтатын ойларыңызды жинақтап түсіріп алуларыңызға уақыт беріледі. Эксперттер қадағалап отырамыз. Кім қанша үлес қосып жатыр топтың жұмысына қадағалап отырыңыздар. Жақсы балалар, уақыттарыңыз аяқталды. Қазір ой талқымызды бастаймыз. Яғни 4 кіші топ, әр бір топ 2 топқа бөлініп отыр. Анамыздың басты кейіпкердің анасы мықтылығын, әлсіздігін және бақытты, бақытсыз бейнесін ашып шығып, пазлымызды құрастырамыз. Сонымен мықтылықтан бастайық. Сөз сіздерде, мықтылық.
Біздің ойымызша Нұрке ана мықты адам, себебі ол өзінің махаббаты үшін күресті және қол жеткізді. Яғни орыс қызын қазақ жігіті алып қашқанда, орыс менталитеті үшін ол жабайы әрекет еді. Сол кезде туысқандары оның қару жарақпен келіп шапқан кезде алдарынан шығып, мен оның өзімнің қалауымен келдім деп дәлелдеп дауылды тоқтатқан және төбелесті болдырмады. Жоқ, біздің топ бұл оймен толықтай келіспейді, себебі бұл Нұрке ананың өзімшілдігінен тапқаны. Мәпелеп кішкентай кезінен бастап өсірген ата-анасынан сырт айналып бас тартуы оның мықтылығы емес, әлсіздігін көрсетеді деп ойлаймын. Менің ойымша, Нұрке ананың әлсіздігі оның денсаулығымен байланысты. Ол тура мағынада әлсіз, себебі ол өзіне қажетті тірлікті, өзінің келіні айнаның көмегінсіз істей алмады. Менің қосарым бар, туған баласына анасы ретінде оған сөзі өтпеуі және де соңғы тілегі ауылға бару арманын орындалмай қалуы да осы ерке сөз өтпеуінен, бұл оның әлсіз шарасыздығынан пайда болды деп ойлаймын. Тамаша қарсы пікір. Кімнің айтары бар? Иә, сіздер айтасыздар оның мүгедектігі физикалық әлсіздігі деп, бірақ та ол өзінің мүгедектігіне қарамай төсекте отырып ақ намазын қаза қылмады. Яғни оның рухының мықтылығы деп ойлаймын. Тамаша. Және де Нұрке апаның ең бір мықты қасиеті ол орыс болғанымен ислам дінін қабылдап, намазды оқып, имандылыққа бет бұрған. Тамаша пікір. Нұркенің ерікті өсірудегі жіберген қателіктерінің бірі оған бала кезінде берілген бостандық пен еркіндік болып келеді. Осыған байланысты ерік өсе келе өзінің мансабының ауыстыруы және де айналысқан жұмысы мен көші тек қана оның жеке қалауы болып саналады. Осыған қатысты Нұрке өзінің жеке ойын білдіре алмауы Нұркенің өмірдегі әлсіздігін көрсетеді. Тамаша тұжырым, мықтылығын қалай айтады екенбіз? Нұрке ананың мықтылығына менің қосар сөздерім бар. Нұрке ана жұбайы қандауырсыз ерте кетсе де, өз баласын аяғына тік тұрғызып, баласын Алматы қаласына оқуға жібердіп, өз баласын асырап, менің ойымша ол жалғыз басты ана үшін өте қиын деп ойлаймын. Тамаша тұжырым, кейіпкеріміздің мықтылығы мен әлсіздігін жақсы дәлелдей алдық деп ойлаймыз. Эксперттер не дейді екен? Қалай бағалайсыздар? Осы пікірлердің ішінен мен Жанелдің пікіріне қолдай аламын, себебі шынымен де Нұрке апа өз бақыттылығынан айырылғандығынан баласының бақыттылығы үшін күш салып, жинақтап еңбектенді. Бұл мықтылықтың белгісі. Және де мен сонымен оған 2 балл бергім келіп тұрады. Және де мен Зағипаның сөздерін қолдаймын. Өз таңдауына құрметпен қарағандықтан денсаулығына қарамай, өз сеніміне парызын өтеуге дайын болған еді. Соған да мен 1 балл қосқым келеді. Және де Алияның сөзін қолдаймын, себебі шынымен де қаншама күш пен уақыт сіңірген ата-анаға өз өмірлік жарын таңдауда мән бермеу, бұл өзімшіліктің және импульсивтіліктің белгісі деп санаймын. Сондықтан 1 балл қосып жүрмін. Жақсы бағалау. Келесі эксперттерінен тағы сөйлеушілер бар ма? Мен Әлия мен Бекарыстың пікірімен қосыламын. Бірінші пікірге келсек, бұл Нұрке кемпірдің ата-анасына қарсы тұруынан, сондықтан оның өзімшілдігі байқалады. Сондықтан мен Әлияға 2 балл беремін. Екінші пікірге келсек, Бекарыстың пікірі өте толық болды. Сондықтан менің тағы да 1 қосатыным бұл Нұрке кемпірдің жалғыз баласын дұрыс өсіре алмауы. Яғни, егер оның бірнеше баласы болғанда, мен оны түсінер едім. Сондықтан оған 1 балл қоямын. Эксперттерімізге көп рахмет. Келесі біздің айтарымыз бақытты және бақытсыз бейне. Анамыз бақытты ма? Қалай ойлайсыздар? Кім бастайды? Біздің ойымызша Нұрке кемпір бақытсыз адам. Себебі бірнеше баласы шетінен әзір көрген жалғызы еріктен немере болмады. Бүкіл бір отбасының ұрпағы дамыған жоқ. Тамаша тұжырым. Жақсы. Менің ойымша Нұрке ана ол өте бақытты жан. Себебі оның келіні тәрбиелі және инабатты болған. Жай адамды қарау ол өте қиын, ал мүгедек адамға қарау ол тіпті оңай емес. Нұрке ана мүгедек болып жатқанда оған жанына жалау болып тек қана қараған, ол айна жан болды. Ол оның далаға тастаған жоқ. Сондықтан да қазіргі заманда әрбір адамның, әрбір ата-ананың
арманы болып саналады. Жақсы тұжырым балалар, қалай? Әрбір ата-ананың арманы қартайғанда балам жанымда болса деген. Тамаша, сіздер не айтасыздар? Бар ма? Менің ойымша, Нұрке ана өз өмірін өте бақытсыз аяқтады. Себебі ол комаға түскенде таған және айна вертолет шақырайық, тәуіпті шақырайық деп жүгіргенде, оның баласы Ерік өлмеген шешесінің көметін жер іздеп кетті. Менің ойымша бұл өте үлкен бақытсыздық. Мен де айтарым бар. Негізі Нұрке ана өзінің баласын тәрбиелей алмаса да, ол басқа кенеттен тәңірден берген тап болған тағанды арақтан айнытып, тура жолға өміріне салып берді. Негізі тағы да айта кетер нәрсе, тәрбие деген ол бірнеше жылдар бойы келетін тәжірибе. Сондықтан да анамызды бұлай қатты сынаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы ол өлмейтін із қалдырды. Рахмет балалар, анамыздың ең жақсы ісін көре білдіңіздер. Өте жақсы, сіздер не айтасыздар? Менің бір айтарым бар. Нұрке ананың бақытсыздығының себебінің бірі Еріктің еркіндікте өсуі. Баласы анасының өмірден өтуіне себепші болды. Тіпті анасының жаназасын шығармай, өлімнен кейін жерлеп қойды. Ол үлкен трагедия, және біз оны бақытсыздық деп санаймыз. Өте жақсы, ал анамыз қалай бақытты екен? Мен де тағы қосарым бар. Біздің ойымызша Нұрке ана өте бақытты болды. Себебі бірнеше баласы туыла салып өмірден өтіп, өкінішке орай тек қана Ерікті дүниеге сәтті алып келді. Ерік арқылы аналық бақытты сезінді. Және де ана болу негізі ол әйел бақыты, сондықтан да Нұрке ананы біз өте бақытты деп санай аламыз. Тамаша, Жадыра, Гүлдана, жарайсыңдар, өте жақсы тұжырым жасадыңыздар. Сонымен анамыздың бақытты, бақытсыз бейнесін алып шықтық. Эксперттер, сіздер қалай баға бересіздер? Қорытындылай келе, мен Жадыраның оймен толықтай келісемін. Себебі Нұрке ананың өміріндегі ең маңызды сәті ол баланы дүниеге әкелу сәті. Ерік тіпті көптен күткен баласы болғандықтан ол 2 есе бақыт сыйлады. Сондықтан да Жадыраға 2 балл беремін. Екінші балды мен Арайлыға беремін. Себебі Нұрке кемпірдің өмірінің соңына дейін жанында қолдаушысы, сырласы да Айна болды. Тіпті үйдегі шаруалардың барлығы Айнаның мойнында болды. Сондықтан да Нұрке кемпір осындай Айна сияқты келінді кездестіргені үшін өте бақытты. Сол үшін Арайға 1 балл беремін. Және тағы 1 балл Ұланның оймен толықтай келісемін. Расында да Ұлан айтқандай Нұрке кемпір өзінің өмірін бақытсыз аяқтады. Ерік анасының өмірінің бір сәтке құтқарып қалу үшін әрекет еткен жоқ, ол бірден анасының өліміне көнді. Сондықтан да Ұланға 1 балл. Мен 2 ұпайды Гүлданаға беремін, себебі Гүлдана айтқандай, ол өз баласын дұрыс тәрбиелей алмай, бірақ тағамның жақсы жаққа өзгеруіне себепші болды. Және 1 балдан мен Нұралы мен Дасанға беремін, себебі Нұралы айтқандай Нұрке апа өз баласының қолынан өлімге ұшыраған, сондықтан ол үшін бақытсыз болған. Жақсы, тамаша балалар, енді бағамызды шығарайық. Балалар қанша ұпай алды екен? Эксперттер санадыңыздар ма? Қаншадан қанша? 9, 7. Тамаша, бізде сабақта қалай бағалаушы едік? Максималды ұпай ол 10 ұпай. 9 алғандарға екінші топтың бағасы 10 ұпай деп бағалаймыз. Және бірінші топтікі 8 ұпай деп бағалаймыз. Балалар, барлықтарыңызға рахмет. Кейіпкерімізді тамаша бағалап, өз көзқарастарыңызбен сыни түрде ойларыңызды жеткіздіңіздер. Енді осы шығарманы оқып, біз талдау жасағаннан кейін қандай түйін түйеміз, рефлексия жасайық, өзімізге қандай сабақ алдық, соны ақылдасып жазып жіберсеңіздер. Эксперттер тобы сіздерде жұмыс жасайсыздар, мен сіздерді қазір өзім бағалаймын. Менде бір мақал бар, жазылысын қасына. Сонымен қандай түйін шығардық? Сөз бірінші топта. Біздің шығарған түйініміз қаншама қиыншылық кездессе де адамгершілікті сақтап, адам болып қалу керек деп ойлаймыз. Эксперттер тобы қандай түйін шығарды екен? Біздің түйініміз ол бала үшін әкесі мен ананың дұрыс тәрбиесі өте маңызды. Ал енді екінші топты тыңдайық. Біздің түйініміз әр адамның мақсаты артынан өлмей тұғын із қалдыру қажет. Балалар, ойларыңызды қорытындылап, өте жақсы түйін шығара алдыңыздар. Көп рахмет сіздерге.
Жұмысымыздың шарты эксперттерді мен бағалаймын балалар. Өз ойларын, шығарманы оқығандарын көрсетіп, қосымша аргументтер қолдана отырып, балалардың айтқан ойларының плюс минусын шығарды. Көп рахмет. Менің ойымша бұл 4 кісіге де 10 ұпай қоюға болады деп ойлаймын. Шығармадағы кейіпкер біздің өмірімізге қатысы жоқ сияқты 20 ғасырда, 19 ғасырда қалып қоймауы керек. Сіздер балалар кейіпкердің іс-әрекетіне сын айтып, автордың ойына көзқарастарыңызды білдірулеріңіз керек. Себебі Ерік пен оның анасы біздің қоғамдағы, айналамыздағы адамдар. Сау болыңыздар.